piece, and you use it to pry out this lid, and the inside is this little shiny ball or something. Бұл видео шынайы болған оқиға екен, бірақ бұл өлімге қалай әкелді? Плутоний деген элемент бар. Ядролық жарылыс деген видеоны қараңыздар, сонда түсіндірдім не себептен ядролық жарылыс болатынын, сонда уран элементі туралы айтқан болатынмын. Енді ураннан басқа қаупі бар элемент, яғни ядролық жарылысқа қолданылатын плутоний деген элемент. Дәл ең бастапқы видеода болған бұл плутоний, оның радиациясы. Екінші дүниежүзілік соғысында Хиросима, Нагасакидағы жарылыстарды білесіздер. Атомдық қару ретінде Хиросимаға уран, ал Нагасакиға плутоний қолданылған екен. Парақшадағы видеоларды қараңыздар, сонда қалай жарылыс болатыны түсіндірілген. Яғни бұл бізде цепная реакция, тізбекті реакцияға байланысты. Бұл видеода жарылыс болған жоқ, бірақ излучение, радиация қаупі болды. Радиация туралы да видеолар бар парақшада. Яғни альфа, бета, гамма секілді сәулелер бөлінеді. Сол сәулелер адамға әсер етеді. Адамды құраушы тірі жасушалар бар, яғни клеткалар біздің ағзамызда. Сол клеткаларда хромосомалар болады. Әрбіреуінде 46-дан. Сол 46 хромосомада ДНК-лар болады. Осы ДНК-ны бұзады олар. Яғни анау сәуле фотондар бұзады. Ал сәуледен бөлінетін тек қана фотондар емес. Міне осы себептен ана видеодағы адам бірнеше күннен кейін болса керек өліп кеткен. Себебі радиация сәуле таралған. Міне радиацияның қаупі бар сондай. Ал толығырақ біліміңізді арттырғыңыз келсе, парақшаға тіркеліп, немесе курс сатып алсаңыз болады. Онлайн, офлайн сабақтар болады. Офлайн сабақтар Атырау қаласында.